Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Майра Сотбекқызы. Бүгінгі видеода люля кебаб деп аталынатын шашлик жасау әдісімен бөлісетін боламын. Өте дәмді болып шығады, пеште піскен тура шашлик секілді дәмі сондай керемет болып шығады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бізге осындай тауықтың фаршы керек болады, және де пиязымызды, сәбізімізді осындай теркадан өткізіп, үстіне паприкамызды қосып, татымына қарай тұзымызды, бұрышымызды қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Кез келген фарш қолдана аласыздар, қойдың фаршы болса да болады. Мен бүгінгі видеода осындай тауықтың фаршымен жасадым. Және де кішкене ғана панировочный сухари қосып жібереміз. Мінекей осындай мөлшеріне қарай барлығын көз мөлшермен қосамыз достар. Кез келген осы приправа түрін қоссаңыздар да болады дәмдеуіштен. Мен осындай қара бұрышты қостым. Татымына қарай тұзды салып, барлығын қосып, жақсылап араластыратын боламыз достар. Өте дәмді болып шығады. Яғни біз бұны арнайы осындай шашлик приправасын қосамыз. Арнайы осы шашлик пісіретін пеште пісірмейміз. Біз әсел пеште пісіретін боламыз. Өте қызық әрі дәмді болып шығады достар. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Татымына қарай тұзымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Барлығын осылай жақсылап араластырғаннан кейін бізге осындай палочка қажет болады. Яғни дүкендерде сатылады. Осылай бір қасықтан алып, видеода көріп тұрғандай жасасаңыздар болады. Палочкамыздың көмегімен осылай форма жасап шығатын боламыз. Яғни алдын ала барлығын осылай дайындап аламыз. Қолымыздың икемімен ортасына осылай палочкамызды қосып, люля кебабтың формасын салатын боламыз достар. Мінекей барлығын дәл осылай жасап шығамыз. Противинге пергамент қағазын төсеп, осылай формамызды ақырындап, жақсылап салып шығатын боламыз. Мінекей дәл осылай қызып тұрған пеште 200 градуста пісіріп алатын боламыз достар. Өте дәмді, сондай керемет болып шығады. Мінекей достар, қараңыздаршы, өте дәмді, сондай керемет болып шыққан. Шашликтің дәмі, иісі барлығы шығып тұр. Бізге өте қатты ұнады достар. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Мінекей үй жағдайында осылай балапандарыңызға шашлик жасап берсеңіздер болады. Қонақ келгенде осылай картошкамызды бүтіндей қып-қызыл етіп қуырып, бұқтырып, осы үстіне салсаңыздар, бұл да өте керемет идея болып шығады. Сіздермен болған Майра Сотбекқызы, сау болыңыздар.